Сәлеметсіздер ме балалар, бүгінгі біз қазақ тіл сабағынан 35-ші сабақты өтетін боламыз. Бүгінгі сабақта берілген сурет арқылы мәтіннің мазмұнын болжай аламыз және мәтіннен күрделі мүшелерді табуды үйренеміз. Суреттерде не бейнеленген, ол қай қалада орналасқан, сұрақтарыңа берген жауабының дұрыстығын дәлелде. Бірінші суретте Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің сыртқы көрінісі берілген, ал екінші суретте сол кесененің ішіндегі қасиетті тайқазан берілген. Дәлелдейік. Бірінші суретте ғимарат үлкен күмбезді кірпіштен қаланған көгілдір күмбезі бар тарихи ескерткіш. Мұндай сәулет стилі Әмір Темір дәуіріне тән және ол тек Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне тән. Ал екінші суретте тайқазан, ол үлкен металды қазан, яғни тайқазан көрсетілген. Ол тек Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің қазандық бөлмесіне орналасқан. Тайқазанның диаметрі 2 метрге жуық. Ол 14 ғасырда Тебриз берлері құйған ерекше жәдігер. Үшінші жаттығу, мәтінді мұқият тыңда. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі көне сәулет ескерткіштерінің бірі. Ол бүкіләлемдік мұра тізіміне енген. Кесенені салуға Әмір Темір бұйрық берген. Кесененің қабырғалары биік, үлкен шаршы бөлме. Оның ортасында үлкен тайқазан бар. Тайқазан бірлік пен қонақжайлық белгісі. Оның диаметрі 2 метрден аса да, салмағы 2 тонна. Бұл мәтін Қазақстанның 7 кереметі кітабынан алынған. Енді астындағы тапсырманы қарайық. Мәтіннің алғашқы 3 сөйлемін көшіріп жазып, ондағы сөйлем мүшелерінің қайсысы дара, қайсысы күрделі екенін анықта. Бұл жерде Қожа Ахмет Яссауи деп басталып, 3 сөйлем бұйрық берген дегеннен бітеді. Енді осы 3 сөйлемді, сөйлем мүшелерінің қайсысы дара, қайсысы күрделі екенін анықтаймыз. Енді осы 3 сөйлемдер осылай талданады. Жоғарында сұрақтары бар. Жерде Қожа Ахмет Яссауидің кесенесі деген күрделі бастауыш болып тұр, және көне сәулет ескерткіштерінің деген сөздер бұл күрделі анықтауыштың қызмет атқарып тұр. Бірі дара баяндауыш. Ол бүкіләлемдік мұра тізіміне енген. Ол дара бастауыш. Бүкіләлемдік мұра күрделі анықтауыш тізіміне дара толықтауыш енген. Дара баяндауыш қызмет атқарып тұр. Кесенені салуға Әмір Темір бұйрық берген. Бұл жерде кесенені салуға деген күрделі толықтауыштың қызмет атқарады. Әмір Темір дара бастауыш бұйрық берген, күрделі баяндауыштың қызмет атқарып тұр. Суреттерге қара, қайсысы табиғи мұра, қайсысы мәдени мұраға жатады. Бірінші суреттегі Қожа Ахмет Яссауи кесенесі мәдени мұраға, таңбалы тастар мәдени мұраға жатады, шырын шатқалы табиғи мұраға жатады, алтын адам мәдени мұраға жатады. ЮНЕСКО-ның бүкіләлемдік мұрасына Қожа Ахмет Яссауидің кесенесі, таңбалы тастар, Сарыарқа қаласы және солтүстік Қазақстан көлдері, Жібек жолы мен батыс Тянь-Шань таулары енді. Дерек көздерден бүкіләлемдік мұра нысаны болып табылатын Қазақстанның тарихи ескерткіштері туралы ақпарат тауып тізімін жаса. Жерде Қожа Ахмет Яссауи, таңбалы тас петроглифтері және де Сарыарқа, солтүстік Қазақстан даласы мен көлдері, Наурызым, Қорғалжын қорығы бар. Бұл жерде Тянь-Шань тауларының нүктелері және де шөлді жерлер, табиғи мұралар туралы айтылған. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта көру үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазып кетеміз.